Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ет және еттен жасалған тағамдар. Ет қазақ халқының ең басты қадірлі тамағы. Қонақасыға міндетті түрде ет асып, дәм-тұз таттыратын әдет ежелден сақталған. Ет дегенде бет бар ма? Етке сорпа бетке. Сен ет деме, мен кет демейін деген әзілдер халық арасында жиі айтылады. Асылы ет жеп өскен қазаққа оның пайдасы мен тағамдық құндылығын, сондай-ақ зиянды тұстарын да айта кетуді жөн санадық. Ет өнімдері 5 топқа бөлінеді. Өндірісте еттен дайындалған шұжықтар, тұзды ысталған өнімдер және консервілер, шұжықтың пісірілген, шала ысталған және де пісірілген, шикілей немесе пісірілген түрде ысталған және кептірілген, шикілей кептірілген түрлері болады. Мамандар еттің өте пайдалы тағам екенін, алайда оны шамадан тыс артық жеудің зиян келтіруі мүмкіндігін еске салады. Жалпы жеңіл дене еңбегімен шұғылданатын ересек адамдарға күніне 150-200 грамм ет жеу жеткілікті. Еттің құрамындағы дәрумендер негізінен қайнатылған кезде сорпаға шығады. Сондықтан етті көбінше қуырып емес, қайнатып, сорпалатып ішкен анағұрлым пайдалы. Етті көп жеу ағзада экстрактивті заттарды, атап айтқанда несеп қышқылын құрайтын пурин негіздерін, сондай-ақ азотты метаболизмнің түпкі өнімдерін көбейтіп, ауыртпалық түсіреді. Жалпы еттің тағамдық құндылығы өте жоғары және де адамға қажетті өнімнің бірі болып табылады. Адам ет арқылы барлық қажетті минералды заттарды алады. Етте В тобындағы дәрумендер никотин қышқылы, малин, тиамин, рибофлавин, сонымен қатар фосфор, күкірт, натрий, калий қышқылдары бар. Сонымен қатар мыс, кобальт, мырыш, йод секілді біршама микроэлементтер қатарымен толысады. Мысалы, А, В дәрумені тиамин, никотин, аскорбин қышқылы, ал бүйректе А және В дәрумені мол болып кездеседі. Ет малды сойып алғашқы өңдеуден кейін алынатын әртүрлі ұлпалар жиынтығы, сондай-ақ жоғары құндылықты тамақтанудағы маңызды өнім болып табылады. Адам ағзасының ұлпаларын құру үшін зат алмасу мен синтез үшін қажет. Сонымен бірге толыққанды ақуыздардың көзі, жүйке ұлпасы, В тобының дәрумендер мен фосфор көзі болып табылады. Еттің сіңімділігі жоғары, тез өңделеді. Ет ақуыздарын айта кететін болсақ, толыққанды ақуыздар және де оның құрамында амин қышқылдары бар. Негізінде ақуыздар сапасы жағынан биологиялық құнды болып келеді. Адамға тәулігіне қажет ақуыз нормасының 35-40%-ын 100 грамм ет қамтамасыз ете алады. Малдың қоңы жоғарылаған сайын еттің құрамындағы толыққанды ақуыздардың да үлесі көтеріледі. Ірі және ұсақ қара мал етінің қорытылуы тәжірибе жүзінде бірдей, ал шошқа етінің қорытылуы қиынырақ. Еттегі май мөлшері ет сапасына зор әсерін тигізеді. Құрамында май болмаса немесе аз болғанда еттен алынатын өнімдердің де құны, сапасы төмен болады. Дегенмен өте майлы ет энергиялық бағасын көтермегенмен де дәмі мен қорытылуын төмендетіп жібереді. Жануар майларының құрамында ауыстырылмайтын қанықпаған май қышқылдары бар. Қой еті фосфолипидтерге бай, ол қанның ұюына әсер етеді. Фосфолипидтер негізінде барлық тірі ағзаларда кездеседі. Көбінесе жүйке ұлпасында, мида, жұмыртқаның сары уызында, қанды эритроциттерде көп. Холестерин ет құрамында да көп болады.
Оның құрамы ағзаға келіп түскен тағам түріне және қатты синтезделуі мен ыдырауына байланысты. Майға қарағанда бұлшық етте холестерин 1,5 есе аз болады. Сондықтан майы аз етті қолдануға ұсынамыз. Құс еті өздеріңіз білетіндей диеталық тағам болып табылады. Кез келген диетолог басқа еттерге қарағанда құстың етін жиі қолдануға кеңес береді. Ағзаға тез сіңімді еттердің бірі құс еті болып табылады. Ол қазақ дастарханына кеңінен енген өте пайдасы мол тағам. Мал етіне қарағанда құс етінде коллаген мен эластин аз. Сол себепті асқазанда жеңіл қорытылады. Боткин ауруына ұшырағандарға тауық етін жеуге рұқсат ететіні сондықтан. Ота жасалған науқастарға да тауықтың сорпасын диеталық тағам ретінде ұсынылады. Сондықтан тауық етін күнделікті ас мәзіріне айналдыруға болмайды. Қатаң емдәмдерді пайдаланысқа күрке тауықтың еті қатты аурулардан әлсіреп қалғандарды әлдендіреді. Ал қаздың майы үсік пен күйікке таптырмас ем болып табылады. Адамзаттың тамақтануында ет өнімдерінің сапалылығы аса маңызды. Дей тұрғанмен оның өндірістегі техникалық, санитарлық, гигиеналық ережесімен тығыз байланысты екенін естен шығармау керек. Қандай да бір дүкендерден, базарлардан етті сатып аларда оның сәнділігіне емес, сапалығына да баса назар аударған жөн. Етті қайнатқанда құрғақ қабықшаның пайда болуы, етке тән аздаған қышқылдау иістің болуы, аздап қаттылау және бұлшық еттің ішкі қабатында қышқылдау орталықтың болуы еттің бұзылғандығын аңғартады. Ауру, шаршаған және арық малдың алынған еттің құрамында гликоген аз болады. Осы себептен жеткілікті мөлшерде сүт қышқылы түзілмей, барлық пісу процесі еттің жоғарғы қабаттарында ғана жүруі мүмкін. Мұнда еттің дәмі нашарлау келеді. Асқазанда дұрыс қорытылмайды және нашар сақталады. Еттің құрамында жүретін өзгерістер микроорганизмдердің тұқым шашуы, ауру және тым шаршаған малдың тірідей кезінде не болмаса сояр алдында дем алдырмаудан болуы мүмкін. Негізінен бұл үдерістер малды сойғаннан кейін етті мүшелеу, сақтау және тасымалдау жұмыстарын жүргізу барысында болады. Ет сатып аларда мына нәрселерге мән аударған абзал. Өзінің үнемі жеке ет сатушысынан алған жөн. Түсін зерттеу, яғни жас сиыр етінің түсі қызыл болады. Бұзау еті алқызыл, қой еті сиыр етіне ұқсас, бірақ қою әрі қанық болады. Келесі назар аудару жөн, ол еттің бетін қараңыз. Еттің кеуіп кеткеннен пайда болатын жіңішке, ақшыл, алқызыл қабаттар қалыпты жағдай, бірақ еттің бетіне бұдан өзге дақтар болмауы тиіс. Онымен қоса артық шырыш бөлінбеу керек. Егер етке қолыңызды тигізсеңіз, ол құрғақтау болып тұрғаны абзал. Иіскеп көру керек. Жағымсыз иіс шықса, еттің тұрып қалғандығын, сапасыздығын білдіреді. Кесек етке қыздырылған пышақ сұғып көрсеңіз, еттің ішкі бөлігінің сапасын анықтай аласыз. Майына мән беру керек. Етті алған соң, майын пайдаланбасаңыз да, ол ет туралы біраз нәрседен сыр шертеді. Майдың түсі ақ болуы қажет.
құрылымы жағынан сиыр етінде үгітіліп тұрса, қой етінде тығыз орналасады. Жақсы етті кескен кезде майы бетінде бытырап орналасқан болады. Тығыздығына назар аударыңыз, ол яғни жас етті саусақпен басып көргенде, ол былқылдап тұрады және саусағыңыздан қалған кішкене шұңқыр бірден жазылып кетеді. Тоңазытылған ет таңдау. Тоңазытылған етті таңдағанда оны тоқылдатып көріңіз және дыбысына назар аударыңыз. Оны саусақпен басып көргенде тегіс тілік пайда болып, түсі ашық болып шығады. Етті абайлап жібітіңіз. Неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым жақсы. Мысалы, тоңазытқышта, егер ол дұрыс тоңазытылған болса, онда пісірілген еттің дәмі мұздатылған еттен айырмасы болмайды. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмам.